Туған елге тағзым жобасына мен екінші рет қатысып тұрмын. Менің жобамның тақырыбы ол Қарағанды қаласындағы тарихи ғимараттардың мәні мен мағынасы, және оны сипаттауда мен орталықтандырылған ақпарат базасы бар веб-сайт платформасын жасаған едім. Бұл веб-сайтта әрбір Қарағанды жайлы бүкіл толық ақпарат көрсетіледі. Яғни бұл жерде тарихи орындар, ғимараттар, музейлер жайлы толыққанды ақпарат беріледі, оның қай жерде орналасқандығы жайлы. Сонымен қатар алда болатын Қарағандыдағы үлкен іс-шаралар тізімі көрсетіледі. Жалпы бұл туған елге тағзым бағдарламасы аясында мен өз өлкем жайлы біраз нәрсе білдім. Жалпы туған елге тағзым жобасы өз өлкеңді танып білуге бағытталған, және оның пайдасы өте зор.